Қазақстанның ең ірі жобаларының бірі Азияның 5-ші агрохимиялық форумы Таразда өтуде. Агрохимиялық форумда бас қосқан сарапшылар саладағы түйткілдерді тарқатты. Басты мақсат Азиядағы агрохимия саласының кәсіпқой мамандарының басын қосатын алаң құру болып отыр. Берер мол бас қосудан Айша Жақсыберген. Дәстүрге айналған жоба Жамбылда осымен 2-ші жыл ұйымдастырылып отыр. Ауқымды шара бүгін отандық минералды тыңайтқыштар өндіруші кәсіпорындар мен ТМД елдерінің ауыл шаруашылығы құрылымдар өкілдерінің басын қосты. Жиындағылар топырақ құнарлығының жойылуы еліміздегі ең өзекті мәселелердің бірі деп отыр. Оның себебі де жетерлік көрінеді. Десек те Қазақстан қазір әлем мемлекеттерінің минералдық тыңайтқыштарды қолданудағы тың тәжірибесін қолға алған. Алайда шалғайдағы шаруалар мұндай мәселеге бас ауыртпайтында сыңайлы. Олар үшін ең бастысы табыс тауып қалтаны қампайтудың қамы дейді форумға жиылған жұрт. Жердің құнарлығы, жаңағы сол жерде істеп жатқан шаруа қожалықтар жауап беру керек. Олар қалай жауап беру? Бүгінгі кезде әрине заңдар қабылдап жатыр. Ол жерде жаңа жердің құнарлығын жаңа құлдыратқан қожалықтардан жерді алып қойып жатыр қазір, да? Мемлекет біздің жаңа шаруа қожалықтарына ауылда жасап жатқан көрсетіп, біріншіден сол тыңайтқыштарды қолдану керек деп. Жаңа жердің құнарлығын арттыру керек. Себебі ол жерден ала беруге уже болмайды. Себебі ертеңгі болашақ ұрпақтарға не қалады? Жүргізілген зерттеулер нәтижесіне көз жүгіртсек, фосфор минералды тыңайтқыштарға деген сұраныс жыл санап артпаса кеммес анық. Алдын ала болжам бойынша тыңайтқыштарға деген сұраныс 2018 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 25%-ға өспек. Ал ауыл шаруашылығында іргелі істер мен жаңа жобалар қолға алынып та қойған. Алайда топырақтың қалпын бұзбау тек шаруалардың еншісінде. Бұл ретте ауыл шаруашылығы мамандарының да өз айтарлары бар. Сақтау үшін біз тыңайтқыш пайдалану керекпіз. Бүгінгі уақытта мемлекеттер бар, Франция дейміз, басқа мемлекеттер, олар 400-500 килограмм бір гектарға пайдаланады. Біз бүгінгі күні Нидерландтың кішкентай өкімет сол 750 килограмм пайдаланады. Біз Қазақстан 3-4 килограмм пайдаланады. Форумның алғашқы күнінде 300-ден аса адам қатысты. Олар Қазақстанның түкпір-түкпірінен Ресей, Украина, Беларусь сынды елдердің агрохимия саласының өкілдері. Кездесуге арнайы келген қонақтар қатарында украиндық Минерал Транск Украин компаниясы да бар. Бұл кәсіпорын өңірдегі қазфосфат, қазазот сынды өндіріс ошақтарымен серіктестік орнатқанына біршама уақыт болыпты. Біз Украинада қазфосфат, қазазот компанияларының өнімдерін сатамыз. Серіктестік орнатқанымызға 10 жылға жуық уақыт өтті. Ал форумға достарымызды қолдауға, өзіміз үшін тәжірибе алмасуға және де жаңа тауарларды көруге келдік. Сондай-ақ достарымызбен көрісуге келдік. 2 күнді қамтитын форумға қазфосфат, Еврахим, қазазот сынды ірі компаниялар мұрындық болды. Өңір үшін маңызды шараның бірінші күнінде мамандар өзара тәжірибе алмасты. Ал екінші күні форумға келген қонақтар қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің минералды тыңайтқыштар зауытына барып өндіріс процесімен танысатын болады. Айша Жақсыберген, Әділбек Самаликов, Ермек Кеншімбек, Дулат Шықпанбетов, 7-7 Ньюс.